Аюб пайғамбардың дұғасы. Дертке шипа сұрау дұғасы. Тарихы. Аюб, оған Алланың сәлемі болсын, Ысқақ пайғамбардың Айыс деген перзентінің баласы. Аюб пайғамбар атасы Хазірет Ысқақтың берген батасының шапағатымен шаңырағына игілікті береке дарып, шаңырағы балаға, өрісі малға, қамбасы астыққа, сандығы алтынға толған. Алайда Хақ тағалаға құлшылық жасаумен оны дәріптеуді ол барлығынан жоғары қоятын. Сонымен қатар оған Шам жақтағы бір елді дінге шақыру үшін пайғамбарлық міндеті жүктеледі. Алла тағала ел ішінде сынақ қылу үшін оның барлық байлығын қайтарып алды. Алтындары түгіл бала шағасы қырылып, шаңырағы ортасына түсті. Алайда осының бәріне сабырлық танытқан Хазіреті Аюб ешкімге мұң шақпады. Алла тағала оның қаншалықты ықыласты, рухы биік адам екенін көріңдер дегендей, Хақ пайғамбарды адам жаны күйзелетін дертке шалықтырды. Бағзы деректерде оның 13 яки 18 жыл науқастан зардап шеккені жайында сөз болады. Осы дерті бір күні қатты асқынып, жүрегі мен тіліне шапты. Оны Хақ тағалаға деген құлшылығыма залал тимесе екен деген ой жиі мазалады. Ақырында бір байламға келіп, Хақ тағалаға төмендегідей дұға жасайды. Әнни мәссәния дурру вә әнтә әрхамур рахимин. Уа Раббым, мына дерт маған ауыр тиді. Сен рақымдылардың ең рақымдысысың. Түсіндірмесі. Уа Раббым, мына дерт маған ауыр тиді. Сен рақымдылардың ең рақымдысысың. Аюб пайғамбар дертіне шипа сұрамай, көркем түрде Алланың рақымы мұқтаж мәселелерін атап, ал Раббысын ең рақымды деп мадақ айтты. Бұл пайғамбарлардың әлемнің Раббысына көрсеткен құрметі. Пайғамбарлар бізге үлгі болғаны үшін адам ауруға шалдықса, Аюб оған Алланың сәлемі болсын, пайғамбардай дұға қылуы қажет. Өйткені Алла оның дұғасына бірден жауап берді. Сонда тілегінің қабыл етіп, өзіндегі науқасты айықтырып, сондай-ақ құлшылық қылушыларға ғибрат үшін өзіне отбасын және олармен бірге бір есе артық мәрхамет етіп бердік. Аюб сабырымен үлгі болған тұлға. Ол тіпті дұғасында да сабырлық танытады. Себебі ол тікелей шипа сұрамай, Раббым қаласаң, рақымыңмен сауықтырғайсың, қаламасаң, сабыр етемін деген ойын білдірді. Сондай-ақ, аурудан айығу Алланың рақымшылығы арқылы болатынын аңғарамыз. Өйткені Аюб Алланы ең рақымды деген кезде Раббысы оған шипа беру арқылы дұғасына жауап берді. Тағылымы. Адам баласының қайсы бірі болсын, өмірінде міндетті түрлі қиыншылықтар мен ауыртпашылықтарға және сынақтарға кезігетіні белгілі. Мейлі, оның өмірі ұзақ, не қысқа болсын, не өмірінің алғашқы уақытында, немесе ортасында, не болмаса соңында болсын, әртүрлі сынақтармен бетпе-бет келетіні анық. Өйткені Алла тағала Құранда адам баласын міндетті түрде сынайтынын айтып уәде берген. Яғни Алла тағала кімнің сабырлы, кімнің шыдамсыз екенін анықтау үшін, әлбетте, адам баласын сынаймыз деген. Қиын қыстау сәттерде адамдардың мінез құлықтары сыналып, имандарының шынайылығы мен сенім жүйесіне деген табандылықтары айқындалады. Ең ауыр сынаққа кезігетіндер әрине пайғамбарлар, одан кейін ғұламалар мен ізгі пенделер. Осылайша пенделер дәрежелеріне қарай сынала бермек. Солардың арасында Аюб пайғамбарды ерекше атауға болады. Шынында да ол Алланың сынағы мен жіберген сырқатына сабыр етушілердің алдыңғы қатарында тұрды. Соған қарамастан Алла тағалаға ерекше әдеп сақтап, Раббысынан шынайы ұяла білді. Ол ұзақ жалғасқан сырқат пен зияннан кейін ғана Раббысына жалбарынып, жоғарыда тілге тиек етіп өткеніміздей дұға жасады. Алла тағала Аюбтың дұғасын қабыл етіп, оның басына төнген қиындықтан азат етіп, шеккен зардаптарының орнын жақсылықтармен еселеп толықтырды. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.
Келесі видеода кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.